таза беттің құпиясымен және де бетті үй жағдайында қалай ағартуға болады, тазартуға болады. Осылай беттің жаңағы, мен мысалға бетімде ештеңе жоқ қазір, соған қарамастан бетім қазір жылтырап тұр, байқадыңыздар ма? Осының құпияларымен бөлісетін боламын. Менің каналыма лайк басып, подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар, қыздар. Және де кеттік. Бүгін сұлулықты сақтаудың 3 құпиясымен бөлісіп өтетін боламын. Мынау бетті балғын күйінде, таза ақ күйінде, әп-әдемі ажарлы күйінде сақтап қалудың 3 құпиясымен бөлісетін боламын. Бірінші құпиясы ол күнделікті бетіңізді пенкамен жуасыздар ғой. Пенка дейді, немесе гель для умывания дейді. Осындаймен жуасыздар, бірақ аптасына 1 рет қыздар пилингпен қолданыңыздаршы. Немесе беттеріңіз майлы болатын болса, онда 2 рет қолдануға да болады. Аптасына 1 рет пилингпен қолданатын болсаңыздар, керемет нәтиже көресіздер уақыт өте. Пилинг дегеніміз жаңағы беттің өліп қалған терісін шығарып, соны жуып тастаймыз пилинг арқылы. Пилинг корейский пилингтер болады, французский пилингтер болады, қолдан жасалған пилингтер болады. Мен негізінде корейский пилингтерді қолданамын. Қазіргі таңда мына 1 ай болды мына пилингпен қолданып келе жатырмын. Селио Apple деген яблочный пилинг. Маған прям қатты ұнаған жоқ, бірақ алдындағы ұнаған пилингтердің суретін қазір салып өтетін боламын. Мына пилингті де қолданып көрдім, алмай-ақ қойыңыздар. Бағасы қымбат емес, 1,5 мың теңге ма тұрады, бірақ онша жақсы нәтиже бермейді. Фармстейдің кішкентай ғана құтыдағы пилингтері онша ұнамады. Мына пилинг еще можно, более-менее. Бағасы 2,5 мың ба, 3 мыңға ма аламын. Бағасы негізінде бұлай бағасына қарамай-ақ қойсаңыздар да болады. Алдындағы қолданған пилингтерім осы шамалас 2,5 мың теңгеге алғам, бірақ өте жақсы нәтиже берді. Сол пилингтердің суреттерін қазір салып өтетін боламын. Пилингті қолданған кезде, қыздар, беттеріңіз құрғақ болу керек. Құрғақ бетке, мына құрғақ бетке қазір көрсетпей қойын бетіме, мен уже пилинг жасап қойғанмын бүгіндікке. Қараңыздар, құрғақ бетке кішкене ғана аласыздар, сөйтіп былай ысқылайсыздар. Кәдімгідей көп ысқылайсыздар, пока мына уже шығып жатыр. Яғни менің қолымда жаңағы өлген терілер міне шығып жатыр деген сөз. Осылай сіздің бетіңізде кір деп айтамыз ғой көбінесе, ол негізінде кір емес, ол негізінде беттің жаңағы өліп қалған терісі. Соны шығарасыздар, сосын кейін барып бетті жылы сумен жуып тастайсыздар, пенкамен жуасыздар, пенкамен жуып болғаннан кейін өздеріңіздің қалаған сывороткаларыңызды, кремдеріңізді, немесе тониктеріңізді жағасыздар. Тоник, крем, тоник, сыворотка, кремдеріңізді жағасыздар. Немесе солардың біреуін ғана жақсаңыздар болады. Мен негізінде қазір екінші құпиясымен бөлісіп өтетін боламын. Негізінде мен аптасында 1 рет жаңағы сыворотканы жақпай тұрап, басқа нәрсе қолданамын. Осы пилингті жуып тастағаннан кейін, қыздар, жуып тастағаннан кейін беттеріңізге міндетті түрде жаңа пенкамен жуып тастау керек. Мен сіздерге қазір пенкамның суретін көрсететін боламын, қоятын боламын. Және де пенканы жуып тастағаннан кейін барып беттеріңізге міндетті түрде сыворотка, немесе крем, маска, немесе өздеріңіздің жақсы көретін жаңағы қолданатын беттеріңізде тониктеріңізді жақсаңыздар болады. Міндетті түрде, себебі бет құрғай бастайды. Осы пилингтен кейін бет міндетті түрде витамин қалайды. Жаңағы ылғалдандырғанды, нәрлендендіргенді қалайды. Қыздар, пилингтен кейін мен негізінде аптасына 1 рет жаңағы жұмыртқаның ағын жағам бетіме. Не себепті? Жұмыртқаның ағы бетті тазартады, ағартады, және де мынау мұрынның айналасында, немесе мына жерде Т-зона дейді ғой, сол жерде көбінесе қара точкалар болады, соны кетіруге де өте жақсы әсер етеді. Және де жағып көрейік. Жағып, мен сіздерге көрсетейін, қандай кейіпкенен кейін қандай нәтиже болатыны. Маска жағатын кисточкамды таба алмай қалдым. Сол себептен ватный дискімен жаға береміз. В общем, қыздар, бетімде жұмыртқаның ағы қатып қалды, және де сөйлеуге кішкене қиындау болып тұр, сол үшін мен жуып тастаймын. Сіздер кәдімгі жылы сумен жуып тастаңыздар беттеріңізді. Ал мен сіздерге қазір ваннаға барып көрсете алмайтындықтан осылай ватный дискпен сумен жуып тастай салайын. Так.
Мгм. Бұл жұмыртқаның ағы қыздар жаңағыдай бетті ағартады және де әжімдерді кетіруге де көмектеседі. Жасына бір рет қолдансаңыздар, қара точкаларыңызда азаятын болады. Так, жүк тастадым. Енді екінші құпияның жалғасы ретінде мен аптасында бір рет қиярды бетіме қолданамын. Қиярды жаңағыдай жатып, осы жұмыртқаның ағын қолданып жуып тастағаннан кейін беттеріңізге жатып осылай қиярды қойып тастасаңыздар, көздің мына астына да, көздің айналасына, соның барлығын жаңағыдай жауып тастайтын болсаңыздар қиярмен. Мен сіздерге қазір толық көрсетпей ақ қояйын, бірақ осылай жатасыздар, кәдімгідей беттеріңізге қиярды жіңішке қылып турап, беттеріңізге қойып жатасыздар. Сол кезде бетіңіз нәрленеді, бетке жетпей жатқан жаңағы витаминдер барады және де ағарады бетіңіз. Кәдімгі қазір жаздың кезінде қиярдың сезоны ғой. Қиярдың сезоны, соны күнделікті қолдансаңыздар да болады, аптасына бір рет қолдансаңыздар да болады мен сияқты. Пилингтен кейін негізінде, пилингтен кейін осы жұмыртқаның ағын қолданғаннан кейін осы қиярды қолданатын болсаңыздар, беттеріңіз кәдімгідей ағарып, тазарып, балғындық пайда болады. Жасарғанын байқайсыздар қыздар. Енді ең маңызды үшінші құпия бұл бет жаттығулары. Бет жаттығулары күнделікті 5 минут уақытыңызды бөліп жасайтын болсаңыздар, ол жаңағы бетіңіздің ажарланып, бұлшеттер қатайып, мынау қан жүгіріп, бетіңізде кәдімгідей тоналка жақпай-ақ осындай керемет состоянияға жеткізетін ол бет жаттығулары. Оны күнделікті 5 минут уақытыңызды бөлетін болсаңыздар, енді нәтижесі керемет. Мен 4 жылдан бері жасап келе жатқан жаттығуларымды, ең нәтижелі жаттығуларымды келесі видеоларда көретін боласыздар. Және де осы видеоға лайк басып, коммент жазып және тіркеліп кететін болсаңыздар, менің каналыма күнделікті керемет кеңестер алатын боласыздар қыздар. Мен сіздерді жақсы көремін, ал жақсы бүгінгі кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Жасаңыздар, міндетті түрде керемет нәтиже көретін боласыздар.